Ал-Вахдания сипаты, жалғыз сипаты. Алла субханала тағала жалғыз. Бұл жалғыз мәселесі неде болады? Санақталу жағынан Аллах тағала жалғыз. Аллах тағала 1, 2, 3 деп саналмайды. Баласы, әкесі, інісі деген нәрсе санақталмайды. Алла субханала тағала есім сипатында жалғыз. Аллах тағалада 2 ілім бар деп айтылмайды. Мынау алдыңғы Юнанның мен мықтымын деген ілімдерінің өзі осы нәрседе еді. Жарықтық құдайы, қараңғылық құдайы деген нәрсе. Міне осы кезіндегі философиялардың жарықтық, қараңғылық деген нәрсесі, ол жарықтық бір ілім деді, қараңғылық бір ілім деді. Жақсы ма? Міне осы кезіндегі Юнанның философтары айтқан сөз бұл. Жарықтық ілімі, қараңғылық ілімі. Сондықтан да осы алдыңғы өткен философтардың әсері кейбір момын мұсылмандарға әсер берген. Олар не нәрсе? Алла субханала тағала не алды? Жақсылықты өзі жаратады деді. Жамандыққа келген кезде жамандық адамдардың өздері жаратады деді. Алла жаратпайды ол нәрсені деді. Ал шариғатта не нәрсе? Жақсы нәрсе болса да, жаман болса да, оның жаратушысы, бүкіл нәрсенің жаратушысы тек қана кім болады? Алла ғана болады. Сондықтан да ол философтардың жақсылығы, жамандығы, жарық, қараңғы деген нәрсесі кейбір нюанстарда момын мұсылмандарға әсер еткен осы тұрғыдан. Сондықтан да Алла субханала тағала жалғыз, өзінің есім сипаттарында жалғыз. Айлым ба? Айлым. Бүкіл барлығын айлым сипатымен біледі. Қараңғылықты мынандай іліммен біледі, жарықтықты мынандай іліммен біледі деп айтылмайды. Аллах тағаланың айлым сипаты бір ақ сипаты, осы сипатымен бүкіл барлықты біледі. Аллах тағала құдіретті. Аллах тағала жаратушы. Болды, Аллах тағалада бір ақ қана жарату деген сипаты бар. Бүкіл жаратылысты осы жарату сипатымен жаратады. Анау кімдер секілді жақсылықты Алла жаратады, жамандықты адам жаратады деген нәрсе ол не алмайды, істетілмейді. Аллах тағала жалғыз дедің бе, ол не? Есім сипаттарының бәрінде жалғыз болады. Аллах тағала үшінші жалғыз деген кезде ол не нәрсесінде жалғыз? Іс-әрекетінде жалғыз. Сондықтан да Алла субханала тағала бұл әлемді жаратуда не нәрсеге мұқтаж болған, еш нәрсеге мұқтаж болған жоқ. Көмекшіге мұқтаж болған жоқ. Кейбір нәрсе пайғамбарлардың, періштелердің хақында осы мәселе айтылады. Періштелердің хақында Алла субханала тағала не алды? Ол періштелерді өзіне көмекші етіп жаратты дейді. Жоқ, ондай нәрсе емес. Аллах тағала өзінің ісіне жалғыз. Ол бол деген нәрсені бұйырады, ол періштелер Аллахтың бұйырған нәрсесін толығымен не алады? Жасайды. Оған Аллахқа не алмайды? Іс-әрекетінде ешкім не алмайды, көмекші бола алмайды. Аллах тағала жалғыз, өзінің затында жалғыз, сипатында жалғыз, ісінде жалғыз болып табылады. Бұл сифаты зәти